Қазақмыс компаниялар тобы жұмыстағы қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігіне басымдық береді. Олар жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін заманауи технологияларды белсенді енгізіп жатыр. Сондай-ақ тау-кен металлургия алыбының кәсіпорындары да техникалық базасын үнемі жаңартып отырады. Бұл кеншілердің жұмысына қалай әсер етіп жатқанын келесі бейнематериалдан білейік. Қазақмыс жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін озық технологиялар енгізуді белсенді жалғастырып жатыр. Мәселен, өткен жылы Западный кенішінде кеншілер мен техниканы іздеу жүйесі сынақ ретінде іске қосылды және ол оң нәтиже көрсетті. Данная система позволяет нам... Бұл жүйе құтқару жұмыстарын дер кезінде жүргізуге мүмкіндік береді. Біз қай шахтер қай жерде жүргенін білеміз. Сондай-ақ жабдықтардың қай жерде орналасқанын көреміз. Мұны шахтер шамдарында орналасқан позициялау белгілерінің арқасында біле аламыз. Бұл диаграмма жұмысшыларды көрсетеді, техникада көрсетілген. Осындай жаңашылдық биыл компанияның басқа өндіріс орындарына да енгізіле бастады. Айта кету керек, Западный кеніші Қазақмыстың жетекші кәсіпорындарының бірі. Онда 1200 еңбеккер жұмыс істейді, ал 3 ауысымда тәулігіне 13 000 тонна кен өндіреді. Жоспар артығымен орындалуда кеншілер еңбек қауіпсіздігі қатаң сақталғандықтан жұмыста жоғары көрсеткішке қол жеткізіп жүрміз дейді. Еңбек қауіпсіздігін сақтаған жақсы, дұрыс, маңызды болады, ең бірінші. Жайлы техниканың аты жайлы, жаңа техниканың аты жаңа техника ғой, еңбек. Шүкір қазір жұмысымыз жеңілдеп қалды, қауіпсіздік бәрі Аллаға шүкір, бәрі жақсы болады. 15 жыл бұрын енді ол кезде қиын болды ол уақыттарда. Бұрынғы машиналарда вообще ешқандай терезе, кондер, пеш деген жоқ, мынада бәрі бар ғой, Аллаға шүкір. Жаңа технология өнімділікті арттырудың кілті. Кеніште барлау, туннелдеу және кенді тасымалдау жұмыстарын жүргізуге арналған 25 бірлік техника бар. Олардың жартысы осы айда жаңартылды. Тағы бір айта кетейік, әрбір кенші өзімен бірге салмағы бірнеше келі болатын өзін-өзі құтқару құрылғысын алып жүреді. Онда 2 сағатқа жететін оттегі бар. Сонымен қатар кеншілер GPS трекерлермен жабдықталған. Бұл олардың орналасқан жерін және әрбір жұмысшыны анықтауға мүмкіндік береді. Арай Сығырбай, Бота Ибрагимова, Әмір Ибатов, Атамекен бизнес арнасы.